Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын тойымды және пайдалы бауырдан жасалған торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Мен тауықтың бауырын қолданатын боламын, сиырдың бауырын да қолдануға болады. Бауырды блендермен әбден майдалап аламыз. Бауырға жұмыртқаларды саламыз және тұз, қалаған специяларымызды саламыз. Мен паприка және құрғақ сарымсақ салдым. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнды қосып, түйіршіктер болмайтындай қылып араластырамыз. Сүтті қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Табаға жабысып қалмау үшін сұйық май қосып араластырамыз. Ең бірінші коржды пісіру үшін табаға кішкене сұйық май қойып, кисточкамен жағып шықтым. Бұл торттың корждары құймақ сияқты қатты жұқа болмау керек. 2 ожаудай салып, табамызды айналдырамыз. Орташа отта корждың үсті кішкене жарылып бастағанға дейін пісіреміз. Корж астына жабыспай, оңай табадан алынатын кезде дайын болды деген сөз. Екінші жағына аударамыз. Екінші жағында орташа отта 2-3 минуттай пісіреміз. Корж табадан өте оңай түсіріледі. Осылайша барлық корждарды пісіріп шығамыз. Менде 7 корж шықты. Келесі корждарды пісіретін кезде табаға сұйық май қосу қажет емес. Торттың ортасына салмасын дайындаймыз. Ол үшін сұйық майға 2 пияз және 1 сәбізді жақсылап қуырып аламыз піскенше. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Піскен салмамызды суытамыз. Торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін майонез бен қаймақты жақсылап араластырып аламыз. Тортты жинаймыз. Ол үшін бірінші коржымызға кремін жағып аламыз. Үстінен салмасын салып, жаямыз. Екінші коржды орналастырып, кремін жағып, үстіне салмасын саламыз. Осылайша барлық корждарды жасап шығамыз. Ең соңғы коржды орналастырып, үстіне кремін жағып, айналасына да кремді жағып шығамыз. Кремі жақсылап сіңу үшін тоңазытқышқа 5-6 сағатқа салып қойған дұрыс болады. Торттың үстін қалауымызша әсемдеуге болады. Мен ақ желкенмен әсемдедім. Осымен тортымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Бұл торт өте дәмді және пайдалы. Жаңа жылдық үстелге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте тойымды да болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.